Қарапайым ингредиенттерден дайындалған сүзбелі бәліш дайындаймыз. Керекті ингредиенттер видеоның астында. Ұнға сары майды қосамыз. Қопсытқыш саламыз. Қантты саламыз. Вилканың көмегімен немесе қолдың көмегімен жақсылап езіп араластырамыз, крошка болғанша. Осындай крошка болу керек. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, сары маймен майлап шығамыз. Дайын крошкаларды салып, басамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін ірімшікке қаймақты, жұмыртқаны және қантты салып, блендердің көмегімен езіп араластырамыз. Салмасы дайын. Енді оны формамызға құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Мына жерде қалауынша араласеңіздер болады, мен шие саламын. Пісті, енді оны толығымен суыту қажет. Тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады. Шамамен 20-30 минут. Сүзбелі бәліш дайын. Сүзбелі бәліш өте дәмді шығады. Шаймен күшті.